неше түрлі жаңағыдай сезімдер басып кетіп отырады. Ол қандай сезімдер? Ол қорқыныш, ол күмән, ол қуаныш, ол реніш болуы мүмкін, ол үміт болуы мүмкін. Бұның барлығы бізде қалыпты жағдайлар. Мына білікті, тәжірибелі ұстаздардың өзі осы жолдан өткен жандар. Бізде осы жолға дайын болуымыз керек. Біз енді ойлаймыз, бұл осы педагог қызметіне келе салып, бірден барлық жаңағыдай дүниелерге, шеберлікке бірден топ еткіміз келеді кейде. Бұның жолында қаншама еңбек жатыр, ізденіс жатыр, өсу энергиясы, педагогтың өсу жолдары дегеніміз бұл, яғни бізге алдымызда үлкен айналар болу керек. Айна дегеніміз ол кімдер? Айна дегеніміз ол біздің ортамыз. Айна деген әріптестеріміз біздің. Айна деген біздің студенттеріміз, оқушыларымыз алдымыздағы. Осы студенттердің пікірін тыңдау арқылы да кейде біз өзімізге үлкен ойлар түйеміз. Студенттердің пікірін тыңдасаңыздар, кейде сіз өзіңіз байқамаған жақсы қасиеттеріңізді айта бастайды. Я болмаса сіздің бір кемшін тұстарыңызды да айта бастайды. Енді әріптестермен сөйлесу барысы, тәжірибе алмасу деген мынау күнделікті сабақтар, күнделікті ашық сабақтарға қатысу арқылы біздер өсе бастаймыз. Қазіргі сіздің келіп отырғандарыңыз, міне сіздер қазір өсу жолындасыздар. Үлкен еңбектің артынан ізденіспен келіп отырсыздар. Мынау өсу жолдары тек қана дипломмен аяқталмайды бұл. Бізде бұл оқыған кітаптарымыз, барған курстарымыз, осындай семинарларымыз біздің келіп отырған. Бұл біздің нағыз өсу жолдарымыз. Енді бұл өсу жолдары жаңағы айттық қой, осындай үлгі боларлық тұстарды алдымыздағы ұстаздардан қарап өсеміз деп. Қателіктер, тағы да бір қосып айтатын біздің қателіктеріміз. Бұл қателік дегеніміз енді өрескел бір қателік болмаса да, күнделікті сабақ барысындағы бір кейбір айтып қалған сөздеріміз, я бір кемшін тұстарымыз арқылы тоже өсу жолымыз бұл. Қиын болғанмен, бірақ бұл нағыз еңбектің жолы, ізденістің жолы. Қазақта сіздер білесіздер, күйлер бар ғой. Адай күйі, Кероғлы деген күйлер білесіздер ғой. Бұлар өзі өте тез, сондай тез ойнақшы, адуынды бір рухты күйлер. Бұған бірден домбыраға мысалы қатысқан адам, мысалға айтып жатырмын сіздерге. Бірден осы домбыраға қатысқан адам бірден бұл күйлерден бастамайды. Неге? Ол себебі оған бірден тартып кете алмайды бәрі. Оған оның деңгейі жетпейді. Біздің күшіміз, күштер келеді, ол сыртқы, ішкі болуы мүмкін.